Сәлем достар, сіздермен бірге Ерғали 007. Бүгін біз осындай керемет Samsung телевизорына мықты обзор және оның керемет функцияларын көрсететін боламыз. Оның пультін көрсететін болсақ, ол қайда? Міне осындай мықты көп кнопкалары, қазақ кнопка. Батареясы бұлайынан күшті алынады. Жақындап көрем десеңдер, міне былай көріп алыңыздар. Қазір фокус келмей жатыр, ол келді. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Айтпақшы достар, менің туған күнім алдағы средада, яғни 8 июльде келе жатыр. Енді біз 75 подписчикқа жетеміз дедік қой. Сол бізде қазір 56 подписчик. Қазір воскресенье. Ол средада болады. 3 күн қалды. 4 күн қалды. Тезірек жеткізсек, сіздерге сенем. Бірінші функцияға келсек, ол Wi-Fi-ді қалай қосады. Ол үшін мына кнопкаларды басамыз, көрсетілгенде. Ең оң жаққа барамыз да. Wi-Fi-дің үстіне басамыз да, настройка сетиға барамыз. Сосын кіреміз да, оны кабельмен ба, или беспроводныймен ба таңдаймыз. Сосын ойға кіреміз да, қалаған Wi-Fi-мызды таңдаймыз. Сосын астында обновить етсек болады. Сосын ондай сохраненный Wi-Fi-лармен соларды управлять етсе болады. Мен 3 Wi-Fi істелінген. Мысалы, маған өзімнің телефоным Wi-Fi Galaxy A51 керек. Оған үстіне басамыз да, окей басамыз. Болды. Екінші функция. Бұл приложенияларды қалай көшеді. Ол үшін бұл Apps-тың үстіне басамыз да, сосын оған кіреміз. Сол жақта көп приложениялар бар. Көп. Соларды таңдаймыз. Установить етілген приложениялар бізде. Мынақты жанр, сондай сияқтылар таңдауға болады. Астында игра деген, информация дегендері бар. Осылай мынақты ойындары бар. Мысалы, мына жерде бір ойын таңдасақ. Енді Red Baron деген бір ойынды скачать етейік. Қандай ойын екен білмеймін. Осыны установитті басамыз. Установитті басамыз. Сосын тез-ақ скачать етіледі. Сосын оң жақ үстінен бір жазу шығу керек. Қазір установить етейік. Тез-ақ установить етіледі. Мынақты оң жақ үстінде закрыть, открыть деп тұрады. Оны закрыть басамыз да. Сосын добавить на главный экранға қоямыз. Сол кезде ол үйді басқан кезде сразу шығатын болады. Ең оң жағында осылай тұрады. Үшінші функция. Мына жақта источник деген болады. Соның ішінде ТВ деп тұрады. Ол кәдімгі телевизор каналдарды көрсетеді. Remote Access деген бар. Сосын указание по подключению деген бар. Ол жақта видео устройство. Оны білмеймін. Сосын игровой консоль деген бар. Ол PlayStation, Xbox'тар. Аудио устройство болғандай. Дауыс шығаратын динамиктер. ПК деген ол кәдімгі компьютер. Монитор ретінде қолданса болады. Сосын смартфон ол. Телефондан смарт-сенг сияқты приложениялармен қосса болады. Внешний заполнение бір бәле деген бар. Сол флешка сондайлар. Сосын входные устройства деген бар. Ол мышка, клавиатура сондай. Енді біз компьютерді қосып көрейік. Ол үшін компьютерден ең астындағы хат сияқты мұны кнопканы басады. Сосын подключение деген бар. Соны іздеп көріңіздер, болу керек. Соны басамыз да. Сол жақтан өзіміздің телевизорымызды тауып. Мысалы, біздікі TV Samsung 7 series 50 деп тұрады. Мына телевизор. Сосын соның үстіне басамыз да. Сәл күтеміз.
сосын ол өзі қосылып кетеді. Сосын телевизорда ең бірінші компьютерді қосқан кезінде не разрешить деп тұрады или запретить. Сол разрешить басасыздар. Осылай телевизорға компьютер шығып тұрады. Видео соңына жетті. 8 июльге дейін 75 подписчикқа жетуге тырысайық. Алда 2-3 күн қалды. Енді тез жетпесек. Видео соңына жетті. Қош сау болыңыздар. Әлі көріп отқан адамдарына видеоларға қарап лайк басып кетіңіздер.